дұғаға көп нәрсе керек жоқ па? Дұға қабыл болу үшін екі-ақ нәрсе. Біріншісі халал лұқма, адал ас. Құлқыннан кететін нәрсенің адал болу. Өйткені пайғамбарымыз мешітке кірген кезде бір кісі андай бір жылап, шын ықыласпен дұға қылып атады да, сонда пайғамбарымыз не дейді? Әттең-ай, әттең-ай, ешбір дұғасы қабыл емес дейді. Сахабалар қалайша я Расул, не деген ықылас ана? Жегені харам, ішкені харам, кигені харам дейді. Тапқаны харам дейді. Оның қай дұғасы? Алла қайсысын қабыл етсін оның? Түгел тоңған харамнан тұр дейді. Демек, дұға қабыл болу үшін ең бірінші шарт не екен? Мына жерден өтетін нәрсе адал болу керек. Көрдіңіз ба? Бұл бірінші шарты. Екінші дұғаның қабыл болу шарты, енді бізде қазір көп дұға қылады, қабылмайды дейді. Мынау дұрыс емес та, өткен жерден өтіп жатқан нәрсе. Халал деп қойып қалбасаны да ұрып кете береді, ананы да ұрып кете береді, мынаны да ұрып кете береді. Жоқ, қарау керек, адам жейтін тамағына өте мұқият болу керек. Қазақта мынадай сөз бар. Алдына келгенін жеу хайуанның ісі дейді. Хайуандар ғана алдына келгенін таңдамай жей береді дейді. Аузына келгенін оттау наданның ісі дейді. Көрдіңіздер ме? Чотка айтылған ба? Чотка ғой. Қазақтың сөздері чотка ғой. Жететін жеріне жеткізіп айтады. Екіншісі, дұғаның қабыл болуының шарты екіншісі. Суға теңізде келе жатқан кеменің дейді, кеменің толқын алған кездегі дұғасы дейді. Кемемен келе жатсыз ғой. Үлкен шторм деп айтады ғой. Үлкен толқындарға кеме жолықпай ма? Сол кезде кеме бір төңкеріліп, бір орнына келіп, бір сол кездегі кеменің ішіндегі кісілердің дұғасы қандай дейді? Солай дұға қылу керек дейді. Ана жаның көзіңнің алдына көрінеді ғой. Ойбай, Құдай, Алла сақта мына жерден деп бар шыбын жаның қалғанша шын жүрегіңмен дұға қыласың. Екінші шарты осы. Міне дұғада екі-ақ нәрсе бауырлар. Көрдіңіздер ме? Адал ас, адал киім, адал табыс. Алдамай, соқтамай, өтекті құлақтан пермей, не битый, не крашеный деп ұра береді ка. Суға бір батып шыққанда бірақ. Екіншісі сондай ықылас болу керек, ол дұға қайтарылмайды деген сеніммен. Мен қазір қылып, ол қайтарылмайды шынымен де. Көрдіңіздер ме? Дұғаға осы екі-ақ нәрсе керек. Сол үшін Абу Хурайра радиаллаху анху мынадай бір керемет сөзді айтқан екен. Кімге Алла тағала алтын нәрсені берсе, онда оған алтын нәрсе нәсіп етіледі деп айтқан екен. Кімге Алла алтын нәрсені берсе, демек мына алты қасиет бар ғой, бір адамның бойынан барлығы табылмайды екен. Болады дейді, бірақ сирек дейді. Біреуінде біреуі бар, біреуі жоқ. Біреуінде екеуі бар, төртеуі жоқ. Мына алты сипатты қараңыздар. Кімге Алла алты нәрсені берсе, онда оған міндетті түрде алты нәрсе нәсіп етіледі дейді. Ең біріншісі дейді. Алла тағала кімге шүкірлік етуді тіліне салып қойса, көкейіне, жүрегіне салып қойса, әрдайым не? Берген нәрсесіне Құдайдың разы. Соған шүкірлік етуді тоқтатпаса дейді. Оған міндетті түрде нәсіп етілетін нәрсе келген нығметтің артуы дейді.